Достар, бұл түсіріп атқан видеом құпия видео. Бұл видеоны YouTube, TikTok, Instagram, Chrome, Google Chrome еш жерден таппайсыздар. Тек менің осы TikTok парақшамда тұрады бұл видео. Бұны менмін деген программистердің ішінде бір 5% ғана білуі мүмкін. Ол да болса екіталай. Android'тан iPhone'ға мәліметтерді қатесіз толық көшірудің жолы. Бастан аяқ видеоны көреміз, үйреніп алыңыздар, өздеріңізде игіліктеріңізге жаратыңыздар. Маған келсеңіздер, мен 10 000 теңгеге жасаймын бұл дүниені. Ал сіз үйде тегін жасай аласыздар. Тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ал достар, Android'тан жаңа iPhone алған кезде оған мәліметтерді қалай көшіруге болады, және болмайды дейтін кісілерге айтасыздар, болады екен ғой осы видеодан дейсіздер. Үй жағдайында маған алып келсеңіздер, мен 10 000 теңге алам. Ал өздеріңіз үй жағдайында осылай істейсіздер. Активация жасаймыз, достар, кеттік. Продолжитті басамыз, настройка, Wi-Fi-ға кіреміз бірінші. Wi-Fi-ға қосылғаннан кейін осылай кетеді. Продолжить етіп, өздеріңіз настройкілеріңізді жасайсыздар, для себя, Face қоясыздар деген сияқты. Face настройка жасалып болғаннан кейін осы бір бетке келесіздер. Устройство Android дегенді басамыз, достар. Чтобы перенести, мына көріп тұрсыздар ма, приложение можно загрузить здесь, apple.com, новое, осындай. Осыны өзіңіздің Android'ыңызға жазасыздар, достар. Здесь деген жазылып біткенен кейін, достар, мына жаққа да сіздер жазасыздар, міне осылай шығып тұратыны көрдіңіздер ғой. Загрузить приложение міне. Сіздерді дәл осылай Google Play-ға жібереді, установканы жасайсыздар. Міне осылай установка жасалып бітеді, достар. Әлі тіркелмегесіне көріп отырсың, тағы ұялмай, үйреніп отырсың. Тіркеліп қойсай болды ғой, сол ғой сенен көмек. Мен одан да жақсы видеоларды салам ғой. Тіркел, ана плюсті бассай болды ғой. Открыть дегенді басамыз, достар. Көріп тұрсыздар, принимаю дейсіздер, продолжить, принимаю міне, отправить автоматически дегенді басамыз, продолжить, достар. Енді құйрығына осындай шнур дейді, сіздер міне продолжить по Wi-Fi дегенді таңдайсыздар. Екеуі, достар, бір Wi-Fi-ға қосылып тұру керек. Түсіндіңіздер ғой, екеуі бір Wi-Fi-ға қосылып тұру керек. Міне устройство сети iPhone 13 деп тұр, көрдіңіздер ма? Кейін дәл осы жерде мына продолжитті басамыз. Мына код, мына жақтан код береді қазір осыған. Міне осы кодты енгізіңіз деп тұр Android'ыңыз. Так, мына кодты тереміз, достар. 690 дейді, 996 дейді. Міне кетті. Подключение кетіп жатыр. Выбор объектов для переноса дейді, достар. Көрдіңіздер ғой, сообщение, міне разрешить, міне полностью. Мынадан кіріп, сіздер разрешение бересіздер. Настройкіден кіріп, полный разрешение беріңіздер. Мына разрешениеге кірсеңіздер, мынаның бәріне разрешение беріп шығу керек. Мынаның бәріне разрешить. Көрдіңіздер ғой? Міне разрешение